Мына Алатаудың басынан қар кетсе де қазақтың көзінен жас кетпейді. Неге? Өйткені бізді билеп отырғандар тексіздер. Қазақ айтқан оны айқындап айтып кеткен. Қарадан туып қан болмас, екі қурай тал болмас, екі сиыр мал болмас деген. Ол екі сиыр кім айтты? Тексіздер айтты. Біз малды айтпаймыз, жанды айтамыз. Қазақ малынан бұрын жанын қорғаған. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деп кім айтты? Атам айтты. Кім атам? Қазақ. Мына тексіздер бізді байлап отыр. Қытай, егер Қытайда қазақтарға неге қорлық істетеді? Өйткені олар Қазақстанның билігін көзге ілмейді. Олар бес қолында ойнатып отыр. Біздің билік тексіз болғаннан кейін осында отқан сіздер де өз жұмыстарыңызды немқұрайлы істейсіздер. Ол амал жоқ, ол солай болады, жүйе солай. Қисық жүйе, шірек жүйе. Бұл жүйе өзі шіріп кетті. Ал гайшылықтер жолда. Егер ойлаңыздар, қазір Қытайлар, біз Қытайға қарсы шықсақ, біздің билік айтады, біздің Қытаймен сауда мүддеміз бар дейді. Сол үшін біз оларға артық әңгіме айтамаймыз дейді. Жарайды, келсейік. Егер о шынымен де біз Қытайлармен алым берім, үлкен сауда жасаспасақ, біздің халық неге қайыршы, неге морковь 600 теңге, неге картоп 600 теңге, неге қазақтың бар қыздар жезөкше? Қазақстан емес, шетелде, кез келген шетелде бар. Сенің қарындасың, менің қарындасым, менің әпкем жезөкше болып жүр. Көшеде жүрген таксистер кім? Қазақ. Квартирант кім? Қазақ. Міне, оның саудасы кімге керек? Қытаймен. Қазақ атам малдың соңында жүріп, мақал шығарып, жанын баққан халық. Қытайсыз-ақ жанымызды бақтық біз. Кімді міне өшеді? Бай қазақ көресіз ба? Бай қазақтың бәрі үйінде жатыр. Олар немен байған? Арсыздықпен, арамдықпен байғандар. Менің айтарым, тек қана қазақты қазақ құтқарады, халықты халық құтқарады. Мына биліктен, мына шірген жүйеден қазаққа қайыр күтіп алып, суалып қалған саяз құдықтан су күткенмен бірдей. Халқым, бірігіңдер, басқа амал жоқ. Рахмет.